Саламатсыздар ма, тыңдармандар? Бүгінгі біз 7-ші лекциямызды бастаймыз. Лекцияның тақырыбы қазақ шешендерінің шығармашылық тұлға ретіндегі даралығы. Бүгінгі сабақтың жоспарында қазақ шешендерінің даралығының негізгі ерекшеліктері, көркем сөзге негізделген ой, шешендік сөздердің халықтық сипаты сөз болады. Қазақ шешендері шығармашылық тұлға ретінде халықтың рухани өмірінде ерекше орын алады. Олар елдің әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін сақтаушы, даналық пен әділдіктің үлгісі болып, өнердің биік деңгейін танытты. Шешендер өз шығармашылығында көркемдік, логикалық, философиялық ойлаудың үлгісін көрсетті. Қазақ шешендерінің даралығының негізгі ерекшеліктері: шығармашылық шеберлік, табиғи дарын. Шешендер сөзінің қуатын шебер пайдаланып, халықтың көңіл-күйін дөп баса білді. Образдылық: олар теңеу, эпитет, метафора сияқты көркемдік құралдарды қолдану арқылы сөздерін әсерлі етті. Туындының тұтастығы: әрбір шешендік сөз нақты құрылымға ие болып, бастау, негізі, ой және қорытынды бір тұтас композицияға негізделді. Қазақ шешендерінің даралығының негізгі ерекшеліктері: көркем сөзге негізделген ой. Шешендер халық даналығын, философиялық ойды көркем тілмен жеткізді. Олар жай ғана ақыл айту емес, сөз арқылы тәрбиелеуді мақсат етті. Адамгершілік, әділдік, ынтымақ секілді құндылықтарды басты тақырып етті. Шешендік сөздердің халықтық сипаты: қазақ шешендері халықтық мұң-мұқтажын, арман-тілегін сөздеріне арқау етті. Олар елдің бірлігін сақтауға үлес қосты, халықтың мәдениетін, тұрмысын, ұлттық ерекшелігін шығармашылығында бейнеледі. Қазақ шешендері ұлттық мәдениетіміздің асыл мұраларын қалыптастырған дара тұлғалар. Олардың шығармашылық ерекшеліктері мен сөз өнеріндегі шеберліктері халықтың рухани байлығын арттырып, ұлттық болмысымызды айшықтайды. Шешендердің шығармашылық даралығының негізгі қырлары: көркемдік бейнелеу құралдарын шебер қолдану. Шешендер сөздің мәнін арттыру үшін теңеу, метафора, эпитет сияқты көркемдік тәсілдерді тиімді пайдаланды. Бұл әдістер олардың сөздерін әсерлі әрі мағыналы етті. Дәстүр мен жаңашылдықтың үйлесімі: шешендер дәстүрлі сөз өнерін сақтай отырып, өз заманының талаптарына сай жаңа идеялар мен ойларды енгізді. Бұл олардың шығармашылығын заманауи әрі өзекті етті. Белгілі қазақ шешендерінің шығармашылық ерекшеліктері: Төле би әділдігімен, тапқырлығымен танылған, ел бірлігін сақтауда үлкен рөл атқарған. Қазыбек би қазақ пен басқа халықтар арасындағы дауларды шешуде даналығымен көзге түскен. Әйтеке би заңгерлік білімін шешендікпен ұштастырып, ел ішіндегі тәртіпті орнатуға үлес қосқан. Әділеттілік пен ұлттың бірлігі үшін күрескен шешендер өз сөздері арқылы елдің бірлігін нығайту, әділдікті орнату, халықты дұрыс жолға жетелеу мақсатында үлкен еңбек сіңірді. Олар қоғамдағы әділетсіздік пен зұлымдыққа қарсы тұрды. Ел арасындағы дау-дамайды шешіп, халықтың бірлігін сақтау үшін күресті. Сөз арқылы тәрбиелеу: шешендер халыққа насихаттаған құндылықтар тек теориялық тұрғыдан ғана емес, өмірде жүзеге асатын нақты тәжірибеге де негізделді. Олардың әрбір сөзінде адамгершілік, ар-ождан, адалдық сияқты қасиеттерді жоғары бағалап, тәрбиелік мәні бар үлгі-өнеге болады. Қазақ шешендері өздерінің шығармашылық тұлғаларымен тек сөз шеберлігімен ғана емес, ұлттық бірлікті сақтаудағы, әділдікті орнатудағы және халықтың болашағы үшін күрестегі рөлімен ерекшеленеді. Олар халықтың рухани көшбасшылары болып, қазақ қоғамының мәдени, әлеуметтік және саяси дамуына үлкен ықпал етті. Шешендердің шығармашылығы халықтың ішкі мұңын, арманын, қажеттіліктерін көрсетіп, олардың өмірдегі орны мен рөлін айқындап берді. Даналық пен философия: қазақ шешендерінің сөздері көбіне терең философиялық ойларға тола болды. Олар өмірдің мәні, адамгершілік, әділдік, бірлік сияқты ұлы құндылықтарды сөз арқылы жеткізіп, халықтың дұрыс жолға бағыттауға тырысты. Шешендер өз сөздеріне тек заң мен құқықты ғана емес, ұлттық тәрбиені де басты назарда ұстады. Әділеттілік пен ұлттың бірлігі үшін күрес: шешендер өз сөздері арқылы елдің бірлігін нығайту, әділдікті орнату, халықты дұрыс жолға жетелеу мақсатында үлкен еңбек сіңірді. Олардың қоғамдағы әділетсіздік пен зұлымдыққа қарсы тұруы, ел арасындағы дау-дамайларды шешіп, халықтың бірлігін сақтауы үшін еткен еңбектері ерен, және олар соны сақтау үшін күресті. Бүгінгі біздің лекциямыз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.